Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімінің шкафында не бар? Қалпақтар, қамшы, мынандай сиқырлы қорапша бар екен. Тәйекке, кубизмді ұйымдастыру үшін. Сапағат, топтардағы рөлдер, тұжырым ұштыршы, түрлі түсті қалталар, топтардың атаулары. Осындай байлық бар екен мына шкафта. Келесі шкафты қараймыз. Мынандай жұмыс парақтары, мындай күшті жасалған қоржын. Бұл да сөздікпен жұмыс ұйымдастырғанда тиімді. Сағат, асық, мынандай қалташалар. Бұл да әртүрлі тәсілдерді қолдану үшін өте тиімді. Мынау да балалардың жақсы көретін тәжі. Мынадай кім мен кіммін деген, мынайдағы стикерді ұйымдастыру үшін күшті. Мінекей, мына жерде де әртүрлі көрнекіліктер бар екен. Бұның барлығы сабақта қолданыс табады. Мына оқушыларға көмек болатын сөйлеуші қабырғаларды жұмыс жасайтын нәрселер. Керемет.